Маргаринді көбіне мен қолдана бермеймін, өйткені организмде ол ери бермейді, онша ермейді. Видеода көрсетілгендей орап шығасыздар. Орап болған соң, тағы да оны ішке қарай әдемі етіп дөңгелек қылып орап, холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Холодильникке салып 30 минут өткеннен кейін самса жасауға болады. Екінші қамырымызды видеода көрсетілгендей тез дөңгелек етіп жайып аламыз және үстіне ертілген сары майымызды барлық жеріне теңдей етіп жағып шығып орап қоямыз. Біреуін морозильникке салып қоямын мен. Менің оңай рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен болған Меруерт Есеналықызы.